Ассалаумалейкум оқырмандарым. Бүгін біз қызыл барқыт капкейктерін әзірлейміз. Ол үшін бізге ұн, маргарин майы, айран, сұйық май, бояғыш, жұмыртқа және қопсытқыш қажет. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Кейін айран құйып, тағы да араластырамыз. Маргарин майын аздап ерітіп қосамыз. Содан кейін бояғышымызды қосамыз. Бояғышымызды қанық қызыл түс шыққанша қолданамыз. Менде топ декор бояғышы. Ұнымызды біртіндеп қосамыз. Кейін қопсытқыш қосып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Сұйық қаймақ тәрізді масса болғанға дейін араластырамыз. Қажет болса, тағы да ұн қоссаңыздар болады. Ең соңынан сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Капкейктерімізді формамызға құйып шығамыз. 180-200 градуста қызып тұрған пеште 25 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін таяқша арқылы тексерсеңіздер болады. Капкейктер суығанша крем жасауға кірісеміз. Кілегейлі сүтімізді ыдысымызға құйып, біртіндеп қант ұнтағын сеуіп, жақсылап миксерлейміз. Кейін крем-чиз қосып, өз-өзін ұстайтындай жақсы формаға келгенге дейін араластырамыз. Дайын болған кремімізді кондитерлік қаптамаға салып, өзімізге ыңғайлы формадағы насадка таңдап, капкейктердің бетін сәндейміз. Әртүрлі посыпка немесе осы кекстің біреуін үгітіп, үстін әрлеуге болады. Өте дәмді болып шығады, сыйлыққа немесе отбасылық кештерге дастарханның сәнін келтіреді. Өте қарапайым рецепт, жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.